Баршаңызға сәлем достар. Бұл қыс мезгіліне помидорды жабатын боламыз. Атылмайды, өте керемет, дәмді болып шығады. Дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Және де видеоны соңына дейін қарап кетуді ұмытпаңыздар. Бізге помидорлар міндетті түрде тастай болуы қажет. Банкілерімізді стерилизовать етіп және суымызды қойып қоямыз. Сатырлап қайнауы қажет. Барлығын осылай дайындап қоямыз. Қызанағымызды жақсылап жуып дайындаймыз. Одан кейін бізге бір болгар бұрышы, чеснок, сарымсақ және де лавр жапырағы, қара бұрыш қажет. Мінекей біздікі дайын болды банкіміз. Ендігі біз барлығын жақсылап саламыз. Чесногымызды, қызанағымызды барлығын жақсылап реттеп салып аламыз. Барлығын салып дайындап алдық. Бос тұрған жеріне болгар бұрышын салып жібереміз. Одан кейін қайнап тұрған суымызды құйып 15 минутқа қақпағын жауып қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін суымызды ыдысымызға төгіп тастаймыз. Бұл су бізге қажет емес. Төгіп тастайтын боламыз. Түйіршік қара бұрышымызды салып, оның үстіне 1 ас қасық тұз және 3 ас қасық қантымыз саламыз. Мен 2 литр банкіге 3 ас қасық қант салдым. Мінекей енді сатырлап қайнап тұрған суымызды құйып қоямыз. Құйғаннан кейін міндетті түрде дәл сол моментте уксусымызды құйып жауып тастайтын боламыз закрывашкамен. Дәл осылай жақсылап жауып тастауларыңыз қажет. Осылай дөңгелетіп қарап аласыздар. Су ақпаса, сіздерде жақсы жабылған. Мінекей біздің помидорымыз дайын болды. Дәл осылай қысқа сақтап жей берсеңіздер болады. Менің парақшамда қиярдың қалай жабылғаны да бар. Дәл сол осы астан тастап кететін боламын сосын. Дәл қиярды да қалай жабатынын қарасаңыздар болады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.